Ол әнұранымыздың авторы, ұлт руханиятында ерекше орны бар аса көрнекті тұлға. Бір туар сазгерге құрмет көрсету перзенттік парызымыз. Шәмшіні халқымыз қазақ вальсінің королі деп қадірлейді. Шәмшінің әндері қашанда халықтың жүрегінде ешқашан құндылығын жоймайды. Шәмші ағамыз әлі күнге дейін халқымыздың өмірінің бір бөлігі деп айтуға болады. Оны ақын Мұхтар Шахановпен бірлесіп жазған әндері елге кеңінен танымал. Әйгілі композитор мен атақты ақынның достығы барша жұртқа үлгі. Жақында Шәмшінің іні досы Мұхтар Шаханов 80 жасқа толады. Оның шығармашылық еңбегі қандай құрметке де лайықты. Бұл кісі өте шыншыл, адал, ұлтжанды адам. Мен бүгін Мұхтар Шахановқа Қазақстанның Еңбек Ері атағын беру туралы марапаттау рәсімін бастайық. ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпимай, ұлтсыздыққа, ұрықсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты үрмей күн мен жүргеймай.